саламатсыздар ма құрметті студенттер. Жалпы біз бүгін тағы да есептерімізді ары қарай талдау жалғастыратын боламыз. Жалпы бізде бүгін кезекті есептер және жиі кездесетін есептерді біз осы жерде талдап көретін боламыз. Енді ең бірінші есепке қарайтын болсақ, бізде ең бірінші қарайтын болсаңыздар 2-ның 0 дәрежесі деп берілгені, яғни 2-ның 0 дәрежесі, яғни осы жерін ғана сіздер түсінбей қалуыңыз мүмкін, яғни 2-ның 0 дәрежесі деген ол нені береді деген секілді, ол қандай кезде 2-ның 0 дәрежесін біз бақылай аламыз деген секілді. Яғни 2-ның 0 дәрежесі деген бізде үнемі кез келген санның 0 дәрежесі ол бізге 1-ді береді. Яғни кез келген санның 0 дәрежесі ол бізге 1-ді береді. Бұл жерде ең кіші және ең үлкен санның қосындысы деген, яғни бұл бізде 1-ді береді. Және одан кейін бізде 0,25, 1,6, 4,3 және 16,3. Енді қарайтын болсаңыздар, бұл жердегі ең кіші санымыз біздің 16,3 болады. Неге? Себебі біздің бұл жердегі сандарымыздың ішінде бөлімі ең үлкен сан осы 16 болып тұр, 16,3. Енді 16,3, енді бұның біз негізгі мәнін тауып алу үшін 3-ті 16-ға бөле салайық. Яғни сіздер калькулятор сіздерге береді. Яғни тесттің өзінде калькулятор қолдануға береді. Яғни сол кезде бізде 3-ті 16-ға бөлетін болсақ, 0,118 болады. Яғни 0,118. Немесе барлығын болса бөліп қатармен жазып көрсеңіз де болады. Және бөлімі мен алымының арасы ең жақыны, ол біз ең үлкен сан болады. Яғни бұл жерде біздің 1,6,5. Яғни 1,6,5 дегеніміз 5-ті 6-ға бөлетін болсақ, 1,183 болады. 82. 82 болады. Міне осы екеуін қосатын болсақ, біздің жауабымыз негізінен 2 болады екен. Екінші есеп. Барыс хоккей командасының қарсыластарының негізгі уақытта жеңілсе 3 ұпай, қосымша уақытта жеңілсе 2 ұпай, негізгі уақытта жеңілсе 0 ұпай дейді. Қосымша уақытта жеңілсе 1 ұпай алады. Негізгі уақытта ешкімге жеңілмеген. Негізгі уақытта ешкімге жеңілмеген. Және негізгі уақытта ешкімге жеңбегені белгілі болды дейді. 3 ойында көп дегенде алатын ұпай саны, 3 ойында кем дегенде алатын ұпай саны дейді. Енді қарайық. Негізгі уақытта ешкімге жеңілмегені дейді. Яғни ол жеңілмейтін болса, негізгі уақытта ол жеңілмейтін болса, мына қараңыздар, жеңілетін болса, 0 ұпай алады. Демек ол міндетті түрде үнемі ұпай алып отырған. Себебі ол экстра таймға барып, қосымша уақытқа барып жеңілетін болса да, қосымша уақытта ол кем дегенде 1 ұпай алып отыратын еді. Негізгі уақытта жеңілмеген. Ал 3 ойында кем дегенде, ал енді бізге ең көп дегенде қанша ұпай алады? Ең көп дегенде 3 ойында да жеңілмесе, онда ол негізгі уақытта ешкімге жеңілмеген. Демек ол негізгі уақытта жеңген деп алайық. Негізгі уақытта 3 ойында да жеңген. 3 ойында да біздің Барыс хоккей командасы жеңетін болса, онда ол 3 ұпайдан алады. 3 ұпайдан алады. Және қосымша негізгі уақытта, бізде жеңбеген ғой, негізгі уақытта да жеңбеген. Онда бізде қосымша уақытта жеңеді. Қосымша уақытта жеңетін болса, ол 2 ұпайдан алады. 3 ойында 2 ұпайдан біз Барыс 6 ұпай алады. Және қосымша уақытта ол жеңбегенде жеңілмегенде, ал қосымша уақытта жеңілген болатын болса, кем дегенде, онда 1 ұпайдан 3 ойында 3 ұпай алады. Сонда біз 3-ті 2-ге көбейтетін болсақ, онда біздің екі санымыз бір-бірімен теңеседі екен. Яғни, сонда бізде Барыс хоккей командасы 3 ойын экстра таймда егер қосымша уақытта 3 рет жеңсе 6 ұпай алған, қосымша уақытта 3 рет жеңілетін болса 3 ұпай алған. Ал 2-ге көбейткен кезде біздің бұл сандарымыз теңесті. Келесі. Радиусы 2 сантиметрге тең шеңберге 3-те сызылған квадраттың ауданы дейді. Радиусы 2 сантиметр дейді. Демек, оның радиусы 2 сантиметр болатын болса, онда оның диаметрі
қандай болады? Диаметрі r көбейтілген 2, иә? Яғни диаметрі біздің 4 болып тұр. Ал іште сызылған шеңбердің, іште сызылған квадраттың ауданы дейді. Қазір бізде мынандай шеңбер бар. Шеңберді примерно ұстайын. Енді осының ішінен мынандай квадрат салынған. Диаметрі 4 болатын болса, онда ол біздің екі қабырғамыз 4 кетеді. Осы қабырғаларымыз 4 кетеді. Сонда біздің қалған квадраттың қалған қабырғалары неге тең болады? Бізде ереже бар, егер 2 катет x болатын болса, онда үшінші квадрат x тубырасы 2-ге тең. Так, біз қазірше олай x деп ала берейік. Әр қабырғамызды x деп алайық. Сонда, егер екі қабырғамызды квадраттап қосатын болсақ, x квадрат Пифагор теоремасымен қосылған x квадрат тең, және a квадрат қосылған b квадрат тең c квадрат деген формула бар еді. Сонда ол 16-ға тең болады. Яғни 2x қосатын болсақ, бізде 2x квадрат, немесе ол 2-ні 1-16-ға бөлетін болсақ, сонда бізде x квадрат тең болады 8-ге, иә? Сондай 8-ді түбірастан шығаратын болсақ, онда ол бізге нені береді? 2 түбірастында 2-ні береді. Яғни 2 түбірасты 2-ні 2 түбірасты 2-ге көбейтетін болсақ, онда бізде 8 болады. Демек, біздің әр x-іміз аудан табу үшін, квадраттың аудан табу үшін осы 2 түбірасты 2-ні 2 түбірасты 2-ге көбейту керек болады. 2 түбірасты 2-ге тең екен. Сонда жалпы x-тің мәні, біздің ауданымыздың мәні осы 8-ге тең болады. Астына жазылып, s тең 8-ге. Жақсы. Төртінші есеп. Шаршы матадан өлшемі 36-да 48 сантиметр, 36-да 48 болатын қима кесіп дайындау керек дейді. Артық қиық қалмайтындай болуы үшін матаның ең кемдегенде өлшемі қандай болу керек дейді. Яғни бізге матаның бұл жердегі негізгі өлшемдерін есептеп алуымыз керек. Яғни шаршы матадан, біздің шаршы матамыз бар, шаршы матадан біз өзімізге керек қабырғаларды өлшеп алуымыз керек. Яғни 36-та болатын болса, 36-та 48 болатын болса, бізде мына жердегі 144 сантиметр квадрат, ол бізге шаршы деп тұр. Яғни шаршы дегеніміз ол не? Шаршы дегеніміз 4 қабырғасы да тең. Яғни 4 қабырғасы да тең. Ал бізге ең сіздерге оңай варианты, ең алдымен осы варианттардың өзін қарап шықсаңыздар, бұл жердегі мына 144 қана квадрат болып тұр. Қалғандар квадрат емес, сандардың квадраттары болмайды. Сандардың квадраттары шықпайды. Сол себепті яғни 17-ның квадраты 289 болады, алдында 288. 168 дегенде бізде квадрат емес, 48 квадрат емес, 1728 бізде квадрат емес. Сол себепті бірінші қай сандар квадрат, яғни шаршы дегеніміз ол екі қабырғасы да бірдей. Яғни сандардың квадраттарының мәнін сіздер білу керексіздер. Сол себепті бізге осындай жағдайларды қарастыру керек. Енді есептер. Кестеде мектеп оқушыларының оқу үлгерімі туралы деректер келтірілген дейді. 7-ші сыныпта 4 пен 5-ке оқитын балалардың саны, 8-ші сыныпта 3-ке оқитын балалардың саны дейді. Енді
Жалпы 7-ші сыныпта 4 пен 5-ке оқитын балалардың саны бізде А болып табылып тұр. Яғни 7-ші сыныбымызда 4 пен 5, яғни 4 деп отқанымыз ол бізде ортасындағы, ал 5 деп отқанымыз ол бізде көп. Яғни мұнда 10, 20 шыңда жалпы бізде 30 оқушы, 30 оқушымыз біздің 4 пен және 5 пен оқиды екен. 3-ші сыныпта 3-ші оқитын 8-ші сыныпта 3-ке оқитын оқушылардың саны дейді. 3-ке оқитындар ол міндет, мұнда ол да бізде 30-ға тең екен. Екеуі бір-біріне тең. Жалпы бізде негізі берілген диаграммаға қарайсыздар, сол жердің және мұнда бізге барлығы айқын көрсетіліп қойған. Сол жерде тауып қателесіп кетпесеңіздер жеткілікті. 6-шы есеп, фигурада x-ің мәнін тап дейді. Мұнда 2x жазылған, ал мұнда 3x деп жазылған. Мына жердегі кесіндіні білесіздер, ол тікбұрышты үшбұрыш болған үшін бұл бізде 90 градус. Бұл 90 градус болған үшін басқа қабырғалар қалған екі қабырғаның қосылысы 90 градус болу керек. Сонда 2x қосылған 3x тең болады бізде 90-ға. Енді осы жердегі бізде жалпы екеуін қоссақ 5x болады. 5-ті 90-ға бөлетін болсақ, онда бізде ол 18 болады. 90-ды 5-ке бөлетін болсақ, сол кезде біздің x-ің мәні 18-ге тең екен. Так, 7-ші есеп. 7-ші есеп бізде a бөлінген b тең 5-ке дейді. A шамасы 45b бөлінген a. Ал b шамасы 3-тен 1 дейді. A шамасы b шамасынан үлкен деп жатыр. Яғни бұл неге? Себебі мұнда қараңыздар, a бөлінген b дегенді біз былай алсақ болады. A бөлінген b осындай есептер келетін болса, онда сіздерге тең мысалы 5 деп берсе, онда біз оны былай жасақ болады. 5-тен 1 деп. Яғни 1-тен 5 емес. Сонда a-мыз біздің 5-ке тең, b бізде 1-ге тең. Яғни 5-тің өз орнына жазылғандықтан бөлімде 1 бар деп айта аламыз. Сонда a шамасының орнында, b-ның орнына мұнда біз 1-ді қоятын болсақ, a-ның орнына 5-ті қоятын болсақ, сонда біз 45-ті не істейміз? 45-ті бөлеміз 5-ке. 45-ті 5-ке бөлетін болсақ, онда ол бізде 9 шығады екен. Бізде a шамасынан 9 шықты, b шамасынан 3-тен 1 шықты. Демек, a шамасы b шамасынан үлкен деген вариант біз толықтай дұрыс деп айта алады екенбіз. 8-дің x пайызы 12 болса дейді. X-дің мәнін табыңыз. Қараңыздар, 8-дің 100 пайызы ол 8 болады. 8 болады. Осылай логикалық жағынан қарасаңыздар тез шығар. Ал енді 8-дің 50%, енді 50% деп өзіміз күнделікті қолданамыз. Өзіміздің өмірде де 50% деген не? Ол 50% жартысы, иә. Демек 8-дің 50% неге тең болады сонда? 8-дің 50% 8-дің 50% ол 4-ке тең, иә. Ал сонда біз енді осы екеуін қосатын болсақ, 8-дің 100% мен 50% демек, екеуінің қосындысы бізге 150% 12-ні береді, дұрыс па? 8-ге 4-ті қосақ, біз 50-ге 100-ді қосамыз. Сонда бұл бізде 12-ге тең деп айта алады екенбіз. Осындай қарапайым жолмен шығарсаңыздар, еш жоқпа керек. Так, 0 бізде x-тан үлкен. 0-дан бізде x үлкен, ал x-тан без тең немесе үлкен дейді. Қанағаттандырарлық аралық керек дейді. Мұнда бізде қазір бірінші вариант дұрыс деп тұр, енді әр вариантты бөлек-бөлек қарап шығайық. Ең соңғы вариантты қарасаңыздар, -5-тен +5-ке дейін, ал бізге 0-ден үлкен болу керек. Сол үшін біз оны алмаймыз. Екіншісінде мүлдем 6-тан 15-ке дейін, ал бізге 0 мен 5-тің аралығына керек. Үшіншісінде 0 мен 15 дейді, яғни 5-тен асып кетіп тұр. Екінші вариантта -1 мен 6-ға дейін, ал бұнда -1 бар. Ал бізге
-1 де артық мына жерде 6 да артық. Ал ең бірінші вариантта 3 пен 4, яғни 0 мен 5-тің аралығында. Яғни мына жерде үлкен немесе тең деген белгі нені білдіреді? Ол бұл аралыққа негізі 5 те кіреді деген. Бірақ 0 кірмейді дегенді айтып тұр. Сол себепті бізде бірінші вариантта дұрыс деп айта алады екенбіз. Енді 10-шы есепте суретте көрсетілген егістіктегі жердің ауданын табыңыз дейді. Ең алдымен бізде ең оңай жолы біз 50 метр мен 70 метрдің екеуінің көбейтіндісін тауып алайық. 50 метр мен 70 метрдің екеуінің көбейтіндісі бізге нені береді? 35 метр квадрат жер береді. Яғни 35 метр квадрат ол не? 35 метр квадрат ол мынау аудан егер мынадай толық болған кезінде. Ал бізде қарап тұрсаңыздар, мынандай жер жоқ. Бір бөлік жоқ достар. Мына бөлік болмай тұр. Демек, осы бөліктің ауданын бөлек тауып аламыз. Егер мына жер 20 болатын болса, ал мына керісінше ұзындығы мында 70, мында 30 екенін азайтатын болсақ, мына жер бізде не болады? 40 болады. Мына 20-ға 40-ты көбейтетін болсақ, онда бізде 800 болады. Демек, 3500-ден біз 800 азайтатын болсақ, 2700 болады. Деп 10-шы есепті біз айта алады екенбіз. 11-ші есеп. 11-ші есеп. AN тең NB-ға, ол тең BC-ға дейді. Қараңыздар, AN тең NB-ға бұл нені білдіреді? Бұл екеуі тең бүйірлі дегенді білдіреді. Бұл бізде бұл екеуі бізде тең бүйірлі дегенді білдіреді. Яғни бұл тең бүйірлі, ал бұл бізде бұл екі ал NB мен BC-ның екеуі де тең бүйірлі дегенді білдіреді. Тең бүйірлердің негізгі ерекшелігі қандай еді? Білсеңіздер, олардың екеуінің табан қабырғалары тең болады және табандағы бұрыштар бір-біріне тең болады. Қарасаңыздар, ANB дейді, яғни мына бір бұрыш, ANB деген бұрыш бізде 64-ке тең деп тұр. Демек, 64-ке тең болатын болса, біз 180-нен үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы, бұрыштардың градустық көлшемінің қосындысы 180-ге тең. 180-нен азайтамыз, нені? 64-ті. Сонда 116 болды. 116. Енді мына бұрыш пен мына бұрыштың екеуін тауып алуымыз үшін екеуін осы 116-ны біз 2-ке бөлеміз. Сонда 58 болады. Әрбір бұрышымыз біздің 58 градустан екен. Қараңыздар, Б бұрыш 58 болатын болса, демек мына бір бұрыш осы 180-нен азайтамыз 58-ді. Сол кезде шығады. Себебі біздің бұл жерде нүктеміз жазыңқы бұрыш болып тұр. Ал жазыңқы бұрыштың градустық өлшемі 180 градус болады. Екеуінің қосындысы, яғни 180-ді беру керек. Ал біз осы 180-нен 58-ді алсақ, біз екінші бөлігін тауып алатын боламыз. 180-58 азайтамыз. 122 болады. Ал енді N-ға қарай және S-ға қарай екеуінде бұрыштары тең болады бір-біріне. Ол үшін біз 122-ні бөлуіміз керек 2-ге. Сонда бізде ол 61 градус болады. Мына жеріміз біздің 61 болып тұр. Және бізде ANB-ны бізге екеуі бізде 61 болды. ANC бұрыштың градус өлшемі көрсетілген. Енді ANC бұрыштық, так біз мына жерімізде бір қарап кетейік. 64 азайттық.
80 болады. Оны 2-ге бөлген кезде бізде 58 шықты. Онда 180 осы 58-ді азайттық. Онда бізде 122 шықты. 122-ні 2-ге бөлген кезде бізде 61 шықты, иә. Дұрыс. Енді осы 61-ге біз қосуымыз керек. Бастапқыда берілген мынау 64-ті, яғни А, Н, Б бұрышымен Н бұрышымен 64-ке қосуымыз керек 61-ді. Сонда бізде 125 градус шығу керек. 125 градус болуы керек. Так, 12-ші есеп. Қайсы санның 20% 0,2-ге тең дейді. Яғни, қайсы санның 20% 0,2-ге тең, бұл жерде жалпы 20% деп отқанымыз ол неге тең? 20% деп отқанымыз ол бізде 5-тен 1-ге тең. Біз айтып тұрғандай, 1-ді егер біз 5-ге бөлетін болсақ, яғни 1-ді 5-ге бөлетін болсақ не болады? 0,2-ге тең болады. 0,2-ні 20-ға бөлсеңіздер де болады, 1-ден 20%-ға ол кезде де бізде мынау 1 шығады. Қай жағдайда бізде бұл есебімізде 1 шығады. 13-ші есеп. 13-ші есеп. Электр фендерінің орта бағасы. Так, енді бұл есебіміз біздің қазір ұзақтау болады. Электр фендерінің орта бағасы пи, яғни ол бізде екінші тұрған функцияларының көптігі дейді. F, сапасы Q, дизайны D деп тұр екен. Сонда бағалау рекеті бойынша келесі формула бойынша жүзеге асырылды дейді. R тең 3FQ қосылған D азайтылған 0,1 пи. Енді осы бойынша біз әрқайсысын бөлек-бөлек есептеп шығуымыз керек. Яғни F пен Q-ді ең алдымен қосып алуымыз керек. Яғни функцияларының көптігі ол бізде 1 болса, Q ол бізде сапасы, яғни екеуін қоссақ бізде 3 болады. 3-ке біз қосамыз D-ны, ол бізде дизайн 2 болады. Және біз одан азайтамыз. Пидің 0,1-ге көбейтінсе, яғни пи деп отқанымызда орта бағасы 0,1-ге көбейтетін болсақ, онда ол бізде неге жылжиды? 3 үтірге жылжиды. Минус 4,9-ға. Сонда 3-ке болсақ 5 болады, 5-тен 4,9 азайтатын болсақ 0,1 болады екен. Яғни әрқайсымыз осылай тауып шығуымыз керек. Мұнда қосатын болсақ, жалпы қосындысын жазсақ, жалпы қосқан кезімізде 4-ке 3-ті қоссақ 7, 2-ні қоссақ 9 болады. 9-дан енді біз 5-ті азайтуымыз керек. Онда 4 болады. Онда 3, 3, 1 ол 7 болады. 7-тен азайтамыз 5,4-ті. 1,6 болады. 4-ке 4-ті қосамыз 8 болады. 8-дің 6-ын азайтатын болсақ, бізде 2 болып қалады. Сонда ең көбі бізде Б деген жауап екен. 14-ші есеп. 2 кәмпит 3 шоколад 100 теңге тұрады дейді. 4 кәмпит пен 1 шоколад 50 теңге тұрады дейді. Кәмпит қанша теңге, шоколад қанша теңге? Екі кәмпит пен 3 шоколад. Екі кәмпит пен 3 шоколад бізде 100 теңгені құрайды дейді. Ал 4 кәмпит пен 1 шоколад.
50 теңге дейді. Енді бізге бұндай есептердің қазір шығарудың негізі түрлі жолдары бар. Енді ең бірінші, ең қолайлысы қазір бізге мынау болуы мүмкін. Бірінші тұрған қатарда біз толығымен екіге көбейтсек, екіге көбейтетін болсақ, онда не болады бізде? 4 кәмпит, мында жаза берсем, 4 кәмпит, 6 шоколад тең 200. Сонда бізге енді осы жерде төменде қарасаңыздар 4 кәмпит қосылған 1 шоколад 100 теңге еді. Енді осы жерде 4 кәмпитті түрлендірсем, 4 кәмпит орнында қалса тең болады 50 азайтылған шоколад. Сонда мұндағы 4 кәмпиттің орнына мен 50 азайтылған шоколад қосылған 6 шоколад тең 200 десем, дейтін болсам, онда бір шоколадқа 6 шоколад қоссақ, онда бізде 5 шоколад болады. 50 бізде 200-ден азайтылады. Ол кезде 150 шығады. Және 150-ді біз 5-ке бөлетін болсақ, бізде 30 теңге тұрады шоколадымыз. Сонда жауапта қарасаңыздар, 30 шоколад 30 теңге деген бір ғана жауап. Кәмпитте тапсақ болады, бірақ шоколад 30 деген бір ғана болғандықтан біз осы А деген жауапты белгілесек болады екен. Енді 15-ші істеп, егер параллелепипедтің сәйкес жақтарының аудандары берілген болса, онда оның қырларының ұзындығын тап дейді. Қараңыздар, 35 пен 35 сантиметр. 35 сантиметр қайдандай жағдай болады? Ол 3 пен 5-тің ғана көбейтілсе, яғни 7 мен 5-тің ғана көбейтілсе, онда 7 деген ол бізде мұнда болады, 5 деген мұнда болады. 5 мұнда болады. Сонда 21-ге 7-ні бөлетін болсақ, 3 мұнда болады. Сонда 7, 5, 3 деген А деген жауап бізде дұрыс екен. Ендеше алдағы есептерді осылай шығарсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңізді қайтадан сұрасаңыздар болады.